Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жапондықтардың өмір сүру ережелерімен бөлісетін боламын, сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін көруді ұсынамын. Ұзақ өмір сүру неге байланысты? Салауатты өмір салтына қатысты деп айтуыңыз мүмкін. Оның да қатысы бар. Бірақ бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мамандары төрткүл дүниедегі ең ұзақ жасайтындар жапондар екенін ғылыми тұрғыдан нақты дәлелдеп отыр. Неге? Шындығында күншығыс елінің тұрғындары қазіргі таңда ұзақ жасаушы мемлекет тұрғындары тізімінің көш басында тұр. Мұның себебі неде? Бұл өзі тұқымқуалаушылық па? Ұзақ жасау жапондықтар үшін қалыпты өмір сүру нормасына айналып барады. Қазіргі таңда жапондықтардың орташа өмір сүру көрсеткіші 84 жасты құрап отыр. Басқа елдермен салыстырып көрейікші. ақш-та орташа жас 79, Ресейде 70 шамасында, Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жасты көрсетіп отыр. Десек те, ұзақ жасаудың сыры неде, оның құпиясы қандай? Жапондықтар неге ұзақ өмір сүреді? Енді соның сырына үңіліп көрейік. Жапондықтардың өмірін ұзартатын 8 ереже бар. Біріншісі ереже: ұялы телефоныңызды оң құлағыңызға қоймай, сол құлағыңызда ұстаңыз. Жапондықтар мидың оң жақ бөлігі доминантты болып келеді. Сондықтан оны қалта телефонның зиянды сәулелерінен сақтау керек деген ұстанымда. Екінші ереже: кофені күніне тек бір рет ішкен абзал. Кофенің құрамындағы кофеин ағза жұмысын лезде тежеп тастауы мүмкін. Үшінші ереже: суды тек жылы күйінде ішіңіз. Салқындатылған мұзды сусыннан аулақ болыңыз. Таңертең суды аш қарынға көп мөлшерде, ал кешке аз мөлшерде ішіңіз. Төртінші ереже: етті немесе құрамында еті көп тағамдарды кешкі сағат 7-ден кейін жемеңіз. Бесінші ереже: қалта телефонды және оны зарядтайтын құрылғыларды төсегіңізден алшақ ұстаңыз. Ұялы телефонды қолыңызға алып ұйықтамаңыз. Алтыншы: адамның ұйқысы кешкі сағат 10 мен таңғы 6-ның арасында қанады. Қалған кезде ұйқы уақытты бос өткізу болып саналады. Жетінші ереже: ұялы телефоныңыздың қуаты таусылып бара жатса, мүмкіндігінше қоңырауларға жауап бермеңіз. Себебі дәл осы кезде радиация 1000 есе көп бөлінеді. Соңғы ереже: сіздің иммундық жүйеңіз үшін ең пайдалы сусын зімбір қосылған сәбіз бен алма шырыны болып есептеледі, ал иммундық жүйе денсаулықтың 95%-ын құрайды. Сіздерге жапондықтардың ережелерімен бөлістім. Сіздер де қолданып көріңіздер. Пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.